Сәлем достар, бүгін сіздермен тәтті котлеттер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге фарш және де мен нанды үгітіп салып дайындап алдым. Одан кейін майдалап туралған пиязымды қостым. Одан кейін бір жұмыртқа қосып, дәміне қарай тұз бұрышын себетін боламыз. Жақсылап араластырып, котлеттердің формасын келтіріп, осылай оның үстіне қоятын боламыз. Мінекей котлеттерімізді осылайынан дайындап аламыз. Және де қызып тұрған пештің үстіне табамызды қойып, осылай үстіне пергамент төсеңіздер, майы жан жаққа шашырап, котлеттеріңіз күйіп кетпейтін болады. Осылай жасап көріңіздер, лайфхак. Мінекей осылайынан қызарып, күшті болып пісетін болады. Жабыспай, осылай бетін жауып, пісіріп алатын боласыздар екі жағын қызарғанға дейін. Достар, қазақша контентті қолдап, жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Алда көп рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей котлеттеріміз дайын болды. Буға ештеңе қоюды қажет етпейді. Осылайынан да күшті пісіп шығатын болады, сочный болады. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Ас болсын.